Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз осындай әдемі салфетка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осындай әуелі дөңгелекше тоқып аламыз. Осы дөңгелекшені қалай тоқу керектігі жайында менің алдыңғы видеоларымда бар. Сол жерден қарап алсаңыз болады. Енді бұны мен 12 столбиктен бастадым. 12 столбиктан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осылай 12 столбиктан бастап тоқып аласыз. Енді жиегіне мен осындай фиолетовый түстен алам. Осылай кез келген бір жерден тоқып бастаймыз. Осылай кез келген жерден бастаймыз. Енді 14 ілмек іліп аламыз. Көтерілеміз 14 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Осыны енді бірінші ілген осы ілмегімізді осының түбінен аламыз. Тағы 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді келесі ілмекке қосыламыз. Мына жібімізді осыған бірге тоқып жіберіп отырыңыз. Неге келесі ілмекке қосыламыз. Осылайша аяғына дейін тоқып келе береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Келесі ілмекке қосылып аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Келесі ілмекке осылай қосылып алып, осылай аяғына дейін айналдырып тоқып келеміз осы жерге дейін. Мінекей біз аяқ жағына келіп қалдық. 14 ілмек мынау. Мына жерде тағы бір ілмегіміз қалып тұр. Мінекей бір ілмегіміз қалды соңғы. Енді сол жерге біз 7 ілмек іліп аламыз. Осындай соңғы ілмекке 7 ілмек ілеміз.
біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жеті ілмек ілдік. Енді мына жақтан үш ілмекті іліп аламыз. Мына ілмегімізді, осы тұрған ілмекті былай қаратып ілеміз. Тоже былай қаратып ілеміз. Мына жақтағы жіпті алға бетке қаратамыз. Өйстіп іліп аламыз. Енді осы жерге 7 столбик тоқимыз осылай. Біреу, арасына біреу, қазір тұра тұрыңыз, без накида. Біреуін тоқтық қой, без накида. Накид ілмейміз. Без накида 7 ілмек тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Енді осыны былай қолмен ысырып, ортасына апарып реттеп алсаңыз болады. Осылай. Осылай аяғына дейін барлық ілмекті осылай аяғына дейін іліп шығамыз. Енді тағы да мына жақтағы стенаны алдыңғы бетке аламыз. Өйстіп үш ілмектен мына үш ілмектен алып осылай ыңғайлап ұстап алып 7 столбик тоқып шығамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, бұнда ілмектерімізді бетіп тартып ортаға апарып өйстіп реттеп алып отырамыз. Осылай еш қиыны жоқ. Осылай мынаны былай іліп ортасында ілмек қалып қоймасын. Осылай үш ілмектен өйстіп үш ілмекке 7 столбиктен тоқып аяғына дейін осылай тоқып келеміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Айналдырып. Біз аяғына дейін тоқып келдік. Соңына дейін тоқып келдік. Енді осы жерде кез келген осыны бір ілмекке, мына ілмекке қосылайық. Осы ілмекке осылай қосылып аяқтаймыз. Бір ілмекке өтіп алып, тағы бір ілмек ілемін мен. Мынаны қатты тартамыз. Осы жерден қиып алып тастаймын.
осы жерден қиып алып тастаймын да мына жіпті осылай инемен арасына өткізіп жібереміз. Қиып алып тастаймын. И мына жіпті осылай инемен осылай өткізіп жіберемін. Мінекей бізде осындай салфетка, әдемі салфетка шықты. Және енді мына болғаннан кейін барлық неңізді осылай ортаға ысырып әдемілеп алсаңыз болады. Екі жағынан тартып алардың бәрін осылай түгел бәрін мынандай болып тұрған жіптеріңізді былай тартып үстіп әдемілеп алсаңыздар болады. Мына жіптерді де былай тартылып, былай қарай тартылып, былай қарай тартылып кеткендерін осылай тартып әдемілеп алсаңыз болады. Мінекей бізде осындай өте керемет әдемі салфетка шықты. Тоқып алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Мынандай болып кеткен, мынандай болып тұрған жерлерді осылай ар жағында екінші жағында жіптерді тартып қаттар жібердім. Осылай тартып орнына келтіріп алсаңыз болады. Өте оңай, 1-2 сағатта тоқылатын өте әдемі салфетка. Тоқып алыңыздар.